Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өрме булышкаларды пісіріп көрсететін болам. Менде мына жерде бір кесе сүтімізді құямыз, жылы сүтімізді. Тағы да бір кесе жылы суымызды құямыз. Осыдан кейін тағы жарты кесе жылы суымызды құямыз да 5 ас қасық шекерімізді саламыз. Одан кейін 1 ас қасық дрож, жарты ас қасық тұз және де 100 грамм майымызды салып, сары майымызды жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Араластырып алған суымыздың үстіне ұнымызды елеп саламыз. Менде ең жоғарғы сорттағы ұн әркімнің ұнына қарай әртүрлі суды қажет етеді. Осылайша бір келкі қамыр қылып елеп аламыз. Тағы да ұн салып елеп үстіне елеп аламыз. Осылайша жақсылап елеп аламыз. Барлығын граммын описанияға қалдырып кететін боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Елеп болған қамырымыздың үстіне аз ғана сұйық майды құямыз да тағы бір айналдырып жақсылап елеп аламыз. Жұмсақ қамыр қылып елеуіміз керек. Неғұрлым жұмсақ болса, булышкамызда солай жұмсақ болады. Елеп болған қамырымыздың бетіне пленка жауып, 1,5 сағатқа 1 сағатқа ашытып қоямыз. Міне достар, қамырдың көлемі осындай жұмсақ. Осылайша етіп бетіне пленка жабамыз да апарып орап 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Менде 1 сағатта ашыды. Ашыған қамырымызды барлығын әкеліп қоямыз да бетіндегі пленкасын ашып, дастарханымыздың бетіне аз ғана майды сеуіп, қамырымызды табағымыздан ажыратып аламыз. Жақсылап, езгілеп, мұжғылап аламыз. Ашыған қамырдың желін шығарамыз осылайша. Умаждап алып 8 бөлікке бөлеміз. Осылайша етіп бөліп аламыз. Әркім өзінің қалауы бойынша өріп жасаса болады. Мен бір үлкен, 2 кішкенелеу жасадым, бірақ соның өзі ең үлкен булышка деп айта аламын. Осылайша барлығын орап аламыз. Bir тегіс етіп. Тапамызды отқа қоямыз да бетіне күнжітті саламыз. Осылайша күнжітімізді тапаның қызуымен қыздырып, аз ғана қуырып аламыз. Егерде күнжіттеріңізді осылайша тапамен қызартып алсаңыздар да болады. Қаласаңыздар, макс сепсеңіздер де болады. Мен осылайша етіп жақсылап араластырып қуырып алдым тапаның қызуына. Енді кезекте менде мына жерде 1 кесе суға 2 шай қасық балды саламыз. 1 ас қасық балдай салдым мен. Балды салып жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алған суымыз міне осылай болып шықты. Осын бір шетке қойып қоямыз да, енді кезекте тағы да орап 4 қамырымызды 2 бал суға батырып аламыз да күнжітке құйып. Менде жұмсақ болғандықтан тағы да бір бүктеп алып, осылайша созып алдым. Өте жұмсақ қамыр болса, нанымыз да соғұрлым жұмсақ болады. Осылайша тағы да бір бүктеп орап алдым. Осыны енді бал суға саламыз да күнжітке бір араластырып аунатып аламыз. Міне осылайша етіп бір аунатып аламыз. Мен 2 қамырымды аунатып алдым.
Екі қамырымды кәдімгі қамыр сияқты қылып өруге бастадым. Осылайша етіп бір батырып аламыз да күнжітімізге тағы да аунатып аламыз. 4 өрім қылып өруді жөн көрдім. Осылайша қамырымыздың бастарын біріктіріп қоямыз да 4-еуін өре бастаймыз. Бірінен соң бірін әрі тартып, бері тартып, кәдімгі шаш өрген сияқты етіп, осылайша қылып өріп аламыз. Міне осылай қамыр болып шықты. Осыны енді бір шетке қойып қоямыз. Шамал бір 10-15 минутқа көтеріп алғаннан соң пешкамызға саламыз. Енді кезекте қалған қамырларымызды осылайша етіп 6 бөлікке бөліп аламыз да жаңағы бал суымызға бір батырып алып күнжітімізге орап бір аунатып аламыз. Осылайша астын үстіне, үстін астына қарай аунатып барлық жеріне күнжіт жабыстырамыз. Осылайша етіп өреміз. Енді кезекте шаш өрген тәріздес етіп өріп аламыз. Бұны да бір 20 минутқа дем алдырып қоямыз да одан кейін қызып тұрған пешкамызға пісіріп аламыз. Осылайша етіп өріп аламыз барлығын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет шығады. Шаймен ішкенге өте керемет болады. Осылайша етіп жұмыртқаның сары уызын аламыз да бетіне жағып шығамыз. Жағып болған сары уыздарымыздың үстіне екіншісіне мак себуді жөн көрдім. Осылайша макты барлық шетіне жеткізіп сеуіп шығамыз. Егер қаламай қойсаңыздар, сеппей қойсаңыздар да болады. Ұнамаса сеппей құр өзін пісірсеңіздер де болады. Осылайша етіп барлық шетіне жеткізіп мағымызды сеуіп шығамыз. Енді кезекте пешкамызға саламыз. Бірінші кезекте пісірген нанымыз пісіп шықты, екіншісі де пісіп шықты. Осылай болып пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.